полиграфия дүкенін ашу үшін бір 2 миллион болу керек. Вложение болмаса, ол кәсіп болмайды. Біреулер нөлден бастаймын деп ойлайды. Менің өзім нөлден бастадым деп айта аламын, бірақ кредит алып бастадым да. Қолымда ақшам болмаса да, маған кредит бермейді еш жер. Мен 7 займ алып бастаған адам. Бірақ біреуге бір мысал үлгі болатын сөз емес, бірақ сонда да адамда вложение болу керек. Вложение болмайынша сенде ешқандай нәрсе болмайды, жылжу болмайды. Сол үшін адамда полиграфия бизнесін ашатын адамға примерно 2 миллион теңге жетеді. 1,5-2 миллион теңге жетеді. Принт саласымен толық айналысатын адамға бір 2-3 миллион теңге жетеді. Ол әрі қарай адамда тек қана аппараттарға ғана ақша салып қоймау керек та. Адам сол нәрсені жүргізетін маркетингке ақша салу керек. Мысалға ол жерде жақсы мобилограф керек, жақсы SMM керек, жақсы сауатты менеджер керек деген сияқты маркетингке де тура аппаратқа ақша салып қандай салатын болса, кәдімгідей ақша табуға болады.